құрметті көрермендер, бүгін сіздермен бірге Қанаттан бағдарламасы, әдеттегідей мен жүргізуші Дүкенбай Дильназ. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы психология факультетінің 4-ші курс студенті және түзету орталығында жұмыс істейтін жас маман Жанерке Әсетқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет көп шақырғандарыңызға. Жанерке, біздің бүгін талқылағымыз келіп отырған тақырып ол қоғамда көп талқыланып жүрген, бірақ әлі күнге дейін толық ашылмаған бір ерекше синдром туралы, ол СДВГ, яғни қазақша айтқанда назар аудару жетіспеушілігі мен гиперактивтілік синдромы. Енді көрерменге түсінікті болсын, үш қарапайым сөзбен түсіндіре кететін болсам, ол бір іске ұзақ уақыт шоғырлана алмайды, тым белсенді, бір орында ұзақ тұра алмайтын және ойланбастан әрекет ету, тез шешім қабылдау адамдары жайлы екен. Жалпы ғылымда бұл осылай дәлелденген болса, психологияда бұл жайында не айтылған? Жалпы СДВГ синдромы туралы айтылатын дүние көп. Барлығымыз тек теориялық мәліметтер жағынан қарапайым әлеуметтік желілерден оқып біліп жатамыз. СДВГ жалпы балалардың 6 жасынан бастап нақты көріне бастайтын синдромның бір түрі. Бұл синдромға шалдыққан адамдарға жалпы нақты диагноз да қойылады. Оны психотерапевт, психиатрлар қояды. Жалпы СДВГ-да адамдар өзінде көп энергия бар деп сезінеді. Сол гиперактивтіліктің әсерінен түрлі шаруаларға өзін бейім деп көріп тұрады және бір іске нақты назар аудара алмайды. Яғни бір жұмысты ұзақ уақыт бір орында отырып жасау қабілеті ол адамдарда аз дамыған. Түсінікті, жаңа айта кеткен үш белгінің толық сипаттамалары дейсіз. Бірақ бұл қасиетті СДВГ-да адамдарда әртүрлі көрінуі мүмкін. Мысалы, СДВГ синдромына шалдыққан адамдардың бір тобы тек қана жаңағы бір іске бір орында ұзақ уақыт отыра алмайтын гиперактивті адамдар болады. Бұл тек гиперактивтілік жағынан көрініс табатын болса, оның тағы да бір екінші түрі бар. Ол тек назар аудару. Яғни қарым-қатынаста екі адамның сұхбаты болған жағдайда екінші адамды тыңдай алмайды. Немесе сөйлесіп отырған кезде белгілі бір адамдарда ақпараттарды қабылдау жетіспеушілігі, бір ақпараттарға назарды сала алмайды, ақпаратты нақты қабылдай алмайды. Сондай екі жағынан екі түрлі түрде кездеседі жалпы. Өте қызық. Жаңағы сіз айта кеткен түзету орталықтарында жұмыс істейтін маман ретінде сіз таныстырдың ғой. Енді бұл балалардың арасында бұл диагнозды бірден байқауға болады ма? 6 жастан бастап. Қоғамда бұндай балаларды сыныпта болсын, тек тәртіпсіз балалар, бір орында отыра алмайтын балалар деп қабылдап жатады. Ата-аналар нақты назар аудармайды бұл балада, ондай синдромның бар екенін біле де бермейді. Біз негізі ата-аналарға көбіне кеңес береміз. Егер 6 жасынан бастап немесе балабақшада, 3 жасынан бастап балабақшада тәрбиешілерден, ұстаздарынан сондай түсіп жататын болса, балалар туралы ақпарат, бұл яғни ақпарат тыңдай алмайды, бір орында ұзақ отырмайды, тым белсенді деп, онда оны қосымша жаңағы балалар психологына, балалар психотерапевтіне апаруға кеңес береміз. Себебі ол уақыт өте келе ұлғая беруі мүмкін, ол синдромды уақытылы қозғамаса, және балаларда бұл 60% бұл синдром ересек кезге дейін кетеді, яғни қалыптасып, бұл адамның мінез құлқына сіңіп кететін қасиет болып кетеді, одан кейін ересек адамдарға бұл СДВГ-мен күресу қиынырақ болады. Бұл менің қабілетім деп жүре беруде мүмкін. Бұл менің өзімнің табиғи, осы менің мінез құлқым, мен осындай экстравертпін деп, адам мен осындаймын деп қалыптасып кетуі мүмкін, бірақ ол жерде нақты синдром бар екені, ол белгісіз болып тұрады. Мен осы интернеттен іздеп зерттегенде Америка құрама штаттарында бұл СДВГ-мен ауыратын немесе сондай синдромы бар адамдарды көбінесе жұмысқа тіпті алмайды екен. Ал біздің Қазақстанда мүлдем ондай жоқ қой, шыны керек СДВГ-ны біреу білсе, біреу білмейді. Ал егер ата-аналар, басқа маман иелері бұл жөнінде қалай байқайды өзінің балаларынан? СДВГ екен, немесе осындай бір назар аудару қабілеттілігі көп екен, гиперактивтілігі көп екен? Енді балаларда 2-3 жасқа келгеннен бастап балалар есін біліп бастайды, ананы мынаны сұрап бастайды деген секілді. Сол кезде балалар бірдеңені талап етуі мүмкін, және ондай балалар СДВГ синдромына шалдыққан балаларда эмоция ұстау, өзінің эмоциясын ұстау қабілеті өте нашар дамиды, яғни ол өте көп жылауы мүмкін. Ол сұраған нәрсесін бермесең өте көп жылайды, өзіне назар аударғысы келеді, өзіне назар аудару үшін қолында бар дүниелердің барлығын лақтырып, өзінің
өзінің агрессиясын көрсетуі мүмкін. СДВГ-ның асқынған түрлері бар, аутистік ауруға шалдыққан балалар. Бұл енді өте асқынған түрі, бірақ СДВГ-ны әрине жөндеуге болады, ол уақыт өте келе синдромдары өзгереді. Аутизм бар балаларда қорқыныш деген сезім болмайды, олар кез келген жерден, биік жерлерден құлауы мүмкін. Ондай жағдайда оны аутизмі бар деп ойлай беруге болады. Ал егер ондай синдромдар байқалмай, тек эмоциясын ұстай алмайтын болса, онда бірден қаратып, сол кезде шара қолданған дұрыс. Бұл бала онда СДВГ деп нақты айтуына болады, егер қалыпты жағдайда өзін солай ұстайтын болса. СДВГ тек балаларда ғана емес, ересек адамдарда болуы мүмкін ғой, егер оны жастайынан, жасөспірім кезінде жеңе білмесе. Ал ересектер оны қалай жеңе білу керек, және оны қалай өзінің мен СДВГ-мын деп тани біледі, өзінің бейнесінен, мінез-құлқынан. Қазір көп ересек деп айтқанның өзінде олар кейбір осындай кішігірім дүниелерді байқамай жатады өзінің мінездерінен. Қарапайым студенттерді алайық, енді барлығымыз студентпіз ғой. Мысалы дәрісте дәріс беріп тұрған лектордың мысалы беріп жатқан ақпараттарын қабылдай алмайды. Оның әлемі басқа жақта болып отыруы мүмкін. Ол дұрыс зейін қоя алмайды сол тақырыпқа, ақпаратқа. Немесе үй тапсырмасын орындау жағдайында да белгілі бір жұмыс үстеліне отырып, тапсырма орындау барысында бірден кіріп кете алмайды, тапсырманы орындай алмайды, ойы басқа жақта болады. Бұның барлығы СДВГ-ның синдромдары деп қарастырамыз. Яғни адам бір орында отырып ұзақ жұмысты жасай алмайды. Тапсырма орындау, сабақ оқу, қарапайым жұмыс орындарында болсын, кеңседе болсын, тыныштықта отырып ештеңе жасай алмайды, және ол адамдар сол жұмысты жасамас үшін өзін көп нәрсемен әлектеп былай кейінге қалдырып солай жасап отырады. Және прокрастинация деген дүние бар ғой, яғни жұмысты тақалған уақытында, дедлайнға 1 сағат қалғанда орындау. Прокрастинацияның өзі СДВГ-ның белгілі бір синдромдары деп табылады осы психологияда. Бұндай адамдарға қандай кеңес береді психологияда? Жалпы, мысалы, қарапайым жұмыс үстелінде визуальный шум деген дүние бар, яғни сол жерде кедергі келтіретін барлық дүниелерді жинастырып, қарапайым жұмыс үстелін тап-тұйнақтай қылып жинап қою. Және де барлық, мысалы, қаланың шуын бәсеңдету үшін терезені жауып қою керек, және теледидар қосылып тұрса, оны өшіріп қою керек. Тіпті адамда өте қатты бейім болмай, зейін қоя алмай жататын болса, концентрациясы жоғалып жататын болса, наушник киіп, барлық шумнан, барлық яғни тысқары дыбыстардан аулақ болуға шақырады. Сондай кезде ғана жұмысқа нақты кірісіп кете алады. Және де тайм-менеджмент деген мәселеге келеміз. Бұл уақытта тайм-менеджменттің СДВГ-дан құтылудың, СДВГ-ның синдромдарын әлсіретудің ең үлкен жолы деп айтамыз. Тайм-менеджментті бұл балаларға болсын, ересектерге болсын өте маңызды. СДВГ-мен кішкентай кезінен, 6 жасынан бастап ауырған бала есейгенде де сондай қабілетте болса, олар эмоцияға тым берілгіш, ашушаң, агрессияны тез қабылдайтын, тез шығаратын, эмоционалды адам болатын шығар, онда? Әрине, өйткені жаңа жоғарыда айтып кеттік қой, 60% беріледі. 60% СДВГ синдромы қалады ересек болған жағдайда да. Яғни эмоциясын басқара алмайтын адам, ересек адамдардың барлығы да ол жұмысқа келгенде де эмоциясын басқара алмайды. Яғни ұжыммен, коллективте жұмыс жасаған кезде де ол өзіне, мысалы, бағынышты тапсырма орындайтын адамдарға болсын, ашуын тез көрсетеді. Сол жерде, мысалы, жұмыс жасай алмай, зейін сала алмай жатса, қолында қағазын жыртып тастап, барлық жерге ашуын көрсетіп, агрессиясын көрсетуі мүмкін. Тез ашуланшақ, барлығын айтып тастап, барлығымен ұрсып, сол эмоциясын шығарып, өте қатты эмоциясын ұстай алмайтын, немесе тез беріліп, жылап қала салатын, кез келген қиындықта өзін тастап жіберіп, жылап қалатын көңілшек адамдарда ол эмоция басқара алмаудың салдары, яғни бұл да СДВГ-ның белгілі бір симптомдары деп білеміз. Былай қарап сізді тыңдап отырсам, СДВГ кейбір элементтері өзіңнің бойынан табылып та қалады ма деп ойлайсың. Ең бастысы, қоғам СДВГ туралы не білу керек осы жерде?
Енді біз СДВГ-ны белгілі бір ауру деп қарамаймыз. Ол қалыпты адамдар, жаңа өзіңіз айтып өткендей, ол өзіміздің бойымызда да кейде болып қалуы мүмкін. Прокрастинация болсын, жылап қалу болсын, эмоция шығару, оның барлығы адамдардың бойында болатын қалыпты құбылыстардың бірі. Бірақ бұл адамдарда басқа қалыпты адамдарға қарағанда белгілі бір ерекшеліктер бар. Қоғамдағы адамдар бұл адамдармен қарым-қатынас жасау барысында өте мұқият болу керек. Олардың эмоциясы, олардың зейін қоюы барлығы ерекше болғандықтан олармен жұмыс барысында да адамдарға тәжірибе керек болып жатады. Енді бізде теориялық білім болғанымен, СДВГ деген дүние туралы жалпы түсінік болғанымен, оны практикада адамдармен қарым-қатынас барысында көп қолдана алмай жатамыз. Ол адам мысалы СДВГ симптомы бар адам мысалы эмоциясын көрсетсе, біз оған ренжіп қалуымыз мүмкін деген секілді. Бірақ әрине хабарым жоқ ол адамда СДВГ бар екені туралы. Сондықтан оны қолдану керек, оқу керек, білу керек, ол адамдарды зерттеу керек, адаммен қарым-қатынас барысында адамды зерттеу, оның әр іс-қимылы бақылауда болу керек. Жалпы айтқанда осы жерде әрбір адамға рухани ізденіс жетіспейтін секілді. Кейде мысалы жаңағы тапсырманы орындау кезінде деп жатырмыз, оның бәрі нәпсімен күресу болып келеді ғой шын мәнінде. Енді ең оңай шығу жолын көрсетсеңіз осы СДВГ-дан. Ең оңай шығу жолы бағана айтқандай ол тайм менеджмент. Мысалы түнде бір күн бұрын жатардың алдында ертеңгі күнді жоспарлаған дұрыс. Тіпті әр кішкентай детальдарға дейін. Мен мысалы тісімді осы уақытта жуамын, одан кейін осы уақытта таңғы асымды ішемін, осы тапсырманы мен осы уақыт аралығында орындаймын деген секілді тайм менеджмент қою керек. Және тайм менеджмент барысында да барлық мүмкіндіктерді қолданған абзал, яғни таймер болсын, оятқыш будильниктер болсын, заметки дейміз, жазып қою, күнделік жазу, телефонның күнделігіне жазу, барлық мүмкіндіктерді пайдалану керек. Енді бұл ересек адамдарға, яғни сила воли деген дүние бар, өзіңнің нәпсіңмен, өз еркіңмен күресе білу керек. Бірақ өзіңді қинауға да болмайды, өйткені болды мен 1 сағаттың ішінде осы тапсырманы орындаймын деп тастасаң, өз-өзіңді қатты белгілі бір шеңбердің ішіне салып тастайсың да, онда тағы да эмоция шығып кету болады. Сондықтан, мысалы, мен тапсырманы мысалы сенбіге дейін орындау керек болса, мен аз-аздан жасаймын. Яғни дүйсенбі күні 10 минут отырып осыны жасасам, сейсенбі күні тағы бір 20 минутымды салып осыны жасаймын. Яғни бұл бізге прокрастинациядан қашуға мүмкіндік береді. Және әдет қалыптастыру деген дүние бар. Белгілі бір дүниені 21 күн істесең, мысалы нейролингвистикада ақпаратты қабылдаған кезде 2 нейрон түйіседі, яғни ол нейрон 21 күн дәл сол қалыпта тұратын болса, ол әдет болып қалыптасады деп айтып жатамыз. Бұл СДВГ-дан күресуге де өте көп көмегін тигізеді, яғни аз-аздан үздіксіз уақыт орындай берсең, ол әдетке айналып кетеді. Сондықтан бұл дүние ақырындап жойылып кетуі мүмкін. Иә, достар, бүгін біз СДВГ-ның жалпылама түрін, оның қандай белгілері бар және оның шығу жолдары туралы ашық сөйлестік, талқыладық деген үміттеміз. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз немесе қандай да бір пікірлеріңіз болса, бізге жазсаңыздар болады. Біз әрине міндетті түрде оқитын боламыз. Және Жанерке, сізге көп рахмет, келіп бізбен кеңесіңізбен бөліскеніңіз үшін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.